Қазір мен пәніңіз бойынша қандай тақырыптардан тест келетіндігінің тізімін тест центрдің официальный сайтынан алуды үйретемін. Ол үшін ең алдымен сіздер Google-ға кіресіздер да тест центр деп жазасыздар. Тест центр деп жазасыздар. Сол кезде алдарыңыздан бірнеше сайт ашылады. Сол сайттардың ішінен біз міне қызылмен қоршап қойдық, елтаңбасы бар сайтқа кіресіздер. Осы сайтқа кіреміз и потом сол кезде біздің алдымыздан осындай тест центрдің официальный сайты ашылады. Соны не істейміз? Стрелка төмен қарап тұр, былайынан төмен қарай түсіреміз. Төмен қарай түскен кезде педагогтың білімін бағалау деген бөлім бар. Педагогтың білімін бағалау. Осы педагогтың білімін бағалау деген қызылмен қоршап қойдық. Ол негізі қоршалмай тұрады сайтта. Осыны басамыз, скрин жасап алайық. Басқан кезде ары қарай өту кнопкасы шығады, дәл сол жерден. Өту кнопкасында басамыз. Сол уақытта біздің алдымыздан осындай сайт шығады. Тағы да. И соны не істейміз? Тағы төмен қарай түсіреміз. Сөйтіп, түсірген кезімізде астында ұйымдар ашылады. Өзіңізге керекті ұйымды таңдайсыз. Біздің жағдайда қызылмен қоршап қойғанымыз, яғни негізгі орта білім беруді. Бізде, в принципе, негізі бәрі бар. Тек біз осы көп мұғалімдер бар пунктті таңдап жатырмыз. Осыны таңдаған кезімізде тестілеуге дайындық деген осы бет ашылады. Именно сол жерден тестілеуге дайындық дегенді басып кіреміз. Құрметті достар, тестілеуге дайындық деген пунктті ашқан кезде бізде міне тестілеуге дайындықты басамыз. Сол уақытта тест сипаттамасы деген бет ашылады. Тест сипаттамасы. Тест сипаттамасы дегенді тағы да басамыз. Басқан кезде бізде пәндердің тізімі шығады. Биология, география, информатика, математика, НВП тұр, музыка тұр. Сізге қай пән керек? Сіз қай пәннің мұғалімісіз? Сол PDF-ті басып ашасыз. Ашқан кезімізде болды мінекей. Осындай тақырыптардың тізімі шығады. Мен математикпін, математика пәнінің мұғалімі, сол үшін математиканы оқып қойдым міне. Үш бұрыштар келеді. Үш бұрыштың түрлерін ажырату, тең қабырғалы үш бұрыштан есеп келеді, тең бүйірлі үш бұрыштан есеп келеді, сүйір бұрышты үш бұрыштан есеп келеді деген сияқты осындай тақырыптардың тізімі шығады. Полный өзіңіздің пәніңіз бойынша қандай тақырыптардан тест сұрағы келетіндігін бір скачать етіп алып, полный изучать етіп қарап шықсаңыздар болады.